Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен корей тілі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз өткен шақты үйренетін боламыз. Одан алдыңғы сабағымыздың тапсырмасын тексеріп өтейік. Мына жерде сөздер беріліп қойған негізі, соны жазып өтсеңіздер болды. Мысалдағыдай. 학생이에요? 네, 학생이에요. 의사예요? 네, 의사예요. 책상이에요? 네, 책상이에요. 사과예요? 네, 사과예요. Енді мына жерде дәл солай, бірақ бұл жерде іс-әрекетті сұрап тұр. 텔레비전을 봐요? 네, 텔레비전을 보아요. 뭐예요? 전화예요. 책을 읽어요? 네, 책을 읽어요. 냉면을 먹어요? 네, 냉면을 먹어요. 뭐예요? 콤부예요. 물을 마셔요? 네, 물을 마셔요. осылай тапсырманы бітіреміз. Енді бүгінгі біздің сабағымыз ол өткен шақ. Өткен шақ деген, мен шақтың өзін түсіндіріп өтетін қажеттілік жоқ деп ойлаймын. Өйткені аты айтып тұрғандай, өткен жағдайда, яғни өтіп кеткен уақытта болған іс-әрекетті айтамыз. Мысалы, туылған кезімізді айтқан кезде, бұл 1981 жылы 3 ай 5 күн, яғни наурыздың 5-іне туылғанмын дейтін болсақ, яғни біз іс-әрекет айтқан кезде 태어났어요, яғни ат және от деген осындай жалғауды жалғаймыз. Одан кейін ойо деген ол кәдімгі бейресми сыпайы түр, яғни ат және от. Мысалы, 2004 жылы февральда универді бітірген екен, яғни 졸업하다 болатын болса, онда 졸업했어요. 결혼하다 деген мына жерде үйленген, алдыңғы жылы үйленген екен. 결혼하다 деген сөздің бастапқы формасы болса, 결혼했어요. 작년에 결혼했어요. яғни алдыңғы жылы үйленген. Жалпы міне өткен шақты қолданған кезде біз іс-әрекет, яғни етістікке және сын-мерзімге біз ат және от деген жалғауды жалғаймыз сөздің түбіріне. Және де ол жалғанғаннан кейін ары қарай уже айо және ойо дегенді, және ассайо бола ма, или осойо бола ма, оны жаңағы алдыңғы сөз түбіріндегі дауысты дыбысқа байланысты өзгертеміз. Мысалы, егер де алдыңғы түбірде а және о болатын болса, онда ол ассойо деген жалғанады. Ал егер де одан басқа дауысты дыбыстар жалғанған болса, онда осойо деген жалғанады. Және де хада деген сөзбен бітетін, яғни хада дегенмен бітетін сөздер болатын болса, йосойо деген жалғанады. Және де екеуі қосылып, сонда хессойо, яғни хада деген сөзбен бітсе, барлығын хессойо деп айтасыздар. Ол өте оңай деп айтамын, ойлаймын. Ал егер де ресми сыпайы түрі болатын болса, онда ойо емес, ат, от, сымнида, яғни асымнида или осымнида. Ал хаданың кезінде хессымнида болады. Міне, мына жерде қарастырайық. Мысалы, анта, отыру деген, мына жерде бастапқы, яғни сөз түбіріндегі дауысты әріп а болғандықтан, онда мына жақта ассойоны қолданамыз. Анжасойо. Мокта, мына жерде, яғни тұр ғой, сөздің түбірі а және о болатын болса, мына жерлерде онда ассойон қолданамыз. Ал осойон қай кезде қолданамыз? Сөздің түбірінде а және о болмаса, мына жерде о болып тұр, сол үшін осойон қолданамыз. Ал хаданың кезінде, күңбу хада болса, күңбу хессойо. Мысалы, мына жерде пода, сөздің түбірі пода. Бұл жерде дауысты дыбыс о болып тұр. Яғни о болса, бізде онда ассойо болады. Сонда пассойо болады. Маннада, міне сөздің түбірінде а мен бітіп тұр. Яғни а болатын болса, онда ассойо. Маннассойо. Татта, мына жерде а болып тұр. А болса, значит ассойо. Тадассойо. Енді осойо қашан қолданады? Ол а мен о болмаған кезде осойо қолданады. Мына жерде и болып тұр. Значит, шитта болса, шисосойо. Сыда болса, соссойо. Оға өзгеріп кетеді. Соссойо. Итта болатын болса, исоссойо. мына жерде хадамен бітетіндер. 청소하다 болса, 청소했어요. 입학하다 болса, 입학했어요. 운동하다 болса, 운동했어요. негізі осы хадамен келетіндер оңай, себебі просто 했어요. басқа ол өзгермейді. 팔다, мына жерде а болып тұр, значит, ассойон қосамыз. 팔았어요. 잡다, а болып тұр, значит, 잡았어요 болады. 모르다, бұл жерде исключение. негізі мен бітіп тұр, негізі осойо болу керек қой правила бойынша, бірақ бұл исключение. Осымен 몰랐어요 болып өзгереді. мына жерде йолда, яғни йо деген әріп, онда yorossoyo, осойон қосамыз. Жупта, мына жерде
былай болады. Жупта деген негізі мына жу болады да, одан кейін мына жаққа тағы у, жуосой. Бұл негізі түсіндіру қиын, сондықтан просто жаттап аласыздар. Жупта дегенде чуосой болады. Пурыда 풀렸어요. яғни 풀렸어요. осылай осы мына қызылмен белгіленіп тұрғандар, олар ережеге бағынбайтындар, сондықтан жаттап аласыздар. 요리하다, 요리했어요. 숙제하다, 숙제했어요. 게임하다, 게임했어요. енді ида деген форма ол 요소요가 ауысады. сонда каноса 요소요. яғни сіз кім бұрын қандай мамандықта жұмыс істеген едіңіз болса, мысалы медик болған деген болса, каноса 요소요. медик болған, қазір уже медик емес, яғни бітіп қойған өткен шақтың нәрсесі. мысалы иосояға ауысады. ида ол кезде мысалы 학생 иосо요. яғни алдыңғы жылы сен не істеген едің деген кезде студент болған едің болса, 학생 иосо요. анида болатын болса, га деген жаңағы зат есімге жалғанатын жалғаушы, сонда га 아니었어요. және и 아니었어요. осылай, мысалы каноса가 아니었어요. мен медик емес едім. 학생이 아니었어요. мен өткен шақта студент емес едім деген сияқты. енді сөйлемдерді қарастырайық. 어제 뭐 했어요. 어제 деген кеше деген сөз. кеше не істедің? яғни өткен шақта біз 했어요. 어제 뭐 했어요. 공부했어요. оқыдым. сабақ оқыдым. 토요일에 영화를 봤어요. сұрақ қойып тұр. сұрақ. суббота күні, яғни сенбі күні киноны көрдің ба деп тұр. яғни суббота ол өтіп кеткен. Я 봤어요. көрдім. 재미있었어요. мына 재미있다, мына 재미있다 болса, ол жерде мына 이 болғандықтан осо연 жалғады. сонда 재미있었어요. 주말에 뭐 했어요? демалыс күндерде не істедің? 음악을 들었어요. музыка тыңдадым. мына жерде енді қарастырып өтетін нәрсе бар. жалпы өткен шақта жуда деген ол жалпы екі түрлі болып жазылуына болады. мысалы, осылай жу осоё деп жазсаңыздар болады, или жосоё. осылай екеуінде жазсаңыздар, онда ол дұрыс болады. және де пода деген сөз бар ғой, соның жалпы жазылған кезде өткен шақтағысы пасоё, пасоё, осылай жазсаңыздар болады. және де оданың несі өткен шағы тек қана уассоё болып жазылады, яғни оасоё деп олай жаза алмайсыздар. мына екеуін жаза аласыздар, мынаны да осылай пасоё, пасоё, осылай варианттарын жаза аласыздар, ал бірақ именно мына оданы тек қана осылай дұрыс, ал мына дұрыс емес. міне жуда, жуосоё, жуосоё. мынау былай домалақ тұрған, олар дұрыс деген сөз, x ол дұрыс емес деген сөз. яғни оасоё деген ол дұрыс емес болады. Уассоё деп осылай жазу керексіздер. мына жерде тапсырма бар. мына жерде беріп қойған сөздерді, осы сөздерді қолданып, Кэролдың не істегенін, осы аптада не істегенін жазу керексіздер. мына 12-ші айдың 7-ші күні. 12-ші айдың 7-ші күні ол чингу пицца дейді, яғни достарымен пицца жепті. соны сіздер жазып шығасыздар. мына жердегі сөздерді қолданып. 친구를 만났어요, 피자를 먹었어요 деген сияқты енді сондай сөздерді қолданып, мына жердегі соны тапсырманы жасайсыздар. мен келесі сабақта осыны талқылап өтетін боламын. сонымен сабағымыз біздің бітті. өткен шақ түсінікті болды деп ойлаймын. және де сіздерден өтініш, егер менің сабағымды көріп жүрген болсаңыздар, онда түсінікті емес нәрсесі болса, немесе мен егер өте тез сөйлейтін болсам, немесе мысалы именно бір моментті түсіне алмай қалған болсаңыздар, соны комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. себебі мен сабақтарым сіздерге түсінікті болғанын қалаймын. және де егер сіз сондай айтатын болсаңыздар, мен келесі сабағымда соны ескеріп, мысалы тез сөйлейтін болсам, кішкене жай сөйлеуге тырысып, солай өзімді жөндейтін боламын. Сіздерге сабағымды соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар.